Сәлем, келешек кестелеу шеберінің маманы. Бұл видеода сендер осы кестелеуде қандай машинкаларды қолдану қажет. Бұл машинкалардың қандай түрлері бар, сонымен танысасыңдар. Ең бірінші бағасы арзан машинкамен танысайық. Бұл жерде Жаном MemoryCraft 230E деген машинка. Бұл машинканың қандай плюстары бар. Біріншіден, ол флешкамен жұмыс жасайды, яғни жасалынатын дизайн схемалар флешкаға салынып и флешканы оқиды. Оның осындай сенсорлы таблосы бар. Сенсорлы табло, бірақ та не цветной, черно-белый. Бұл бізде тек қана бір пәлсі, бұның негізі екі пәлсісі бар, 5-5 см және 140-140 см. Бірақ та бізде тек 140-140 см пәлсі. Келесі автоматты түрде жұмыс жасайды. Осындай кареткасы бар. Тек бір ғана минусы автоматты түрде қайшымен қиылмайды. Бұл машинканың ортасы есеппен бағасы 280-300 мың теңге. Енді бұсы әрине екесе примерно аздау болады. Бұл машинкамен жалпы бастаған өте жақсы. Тек қана оның бір минусы осы пәлсесі 140-140 см. Әрине ең бюджетный, егерде ақшам осыған жетіп тұр десең, жалпы негізі вышивканы бұл жақсы жасайды. Келесі бізде машинка, бұл Elna Expressive 830. Бұл Жаном MemoryCraft 500E, 450E-нің аналогы. Бұл машинка біздің ең негізгі машинка. Осы машинканы біз өте жақсы қолданамыз. Бұның өте көп плюстары бар. Біріншіден, оның бағасы. Бағасы орташа есеппен алған кезде 450 мың, примерно 400-500 мыңның аралығы. Енді, смотря қай жерде сатып аласыз. Оның 4 пәлсесі болады. Бұның 4 түрлі пәлсесі болады. Ең үлкен пәлсесі 28-20 см, және ең кішкентай пәлсесі 14-14 см. Бұл машинка тоже флешкамен жұмыс жасайды. Дизайнды флешкаға саласыздар, и флешкадағы дизайнды машинка өзі оқиды. Тағы бір плюсы автоматты қайшысы бар. Яғни дизайн вышивка жасалып біткеннен кейін машина өзі қияды. Бұл өте ыңғайлы, себебі қолмен қиып, қайтадан қолменен жаңағы түйінді жасау уақытты алады. Бұл тек қана бір инелі машина. Шамамен жылдамдығы 900 стежок минутына. И жалпы айтқан кезде примерно тәулігіне 20 сағат жұмыс істей алады. Әрине бұл қызып кетуі мүмкін. Ал қызып кетсе, оның жалпы жұмыс сапасына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан ол қызып кететін болса, оны тоқтатып жұмыс. Келесі машинка, бұл промышленный машинка. Енді біздің шеберханада бұндай машинка жоқ. Сіздерге картинкасын көрсетіп, сол туралы ақпарат береміз. Бұл промышленный машинка, бұл бір басты машинка. Бұның пәлсілары әлде қайда үлкен. Ең үлкен пәлсілары 20-да 30, 36-да шатаспасам 30 болу мүмкін. Ол промышленный машинкада осы бытовой машинканың айырмашылығы, бұда кепкаға вышивка жасауға болады, аяқ киімге вышивка жасауға болады, сумкаларға вышивка жасауға болады. Орта есеппен оның бағасы 2,5 миллион теңге. Примерно сондай. Егер қолдан алатын болсаңыз, 1,5 миллион теңгеге, 2 миллион теңгеге табуға болады. Бірақ жалпы негізі машинкалардың қолдану уақыты бұл
5 жылдан аспау қажет. Сондықтан бұл жалпы негізі машинканы жаңадан алған машинка дұрыс. Келесі машинка бұл промышленный машинка. Олардың енді бір бастылары болады, одноголовочный дейді, және көп бастылары болады. Многоголовочный, двухголовочный болады. Бұлар енді промышленный болғандықтан олардың бағасы 3,5-4 миллионның жоғары болады. Бұның жұмысы әрине жұмыс істеу ұзақтығы өте ұзақ. Олар күнде жұмыс істей алады, апталап жұмыс істей алады, және олардың инелері көп болады. Осы айтылған ақпаратты машинкалар туралы егер түйіндейтін болсақ, машинкалардың екі түрі болады. Үй машинасы және өндірістік машина. Яғни үй машинасы ол бытовой машина, оны сіздер қолданыста енді күнделікті қолдансаңыздар да үлкен масштабта емес. Яғни мысалы күніне 200 зат вышивка жасаңыз, 4 зат вышивка жасасаңыз, примерно сондай мөлшерде. Сол түйіндеп келетін болсақ, бытовойлардың ішіндегі ең жақсысы, ең сапалысы бұл осы Elna Expressive 830 және Memory Craft 450, 500 деген модельдер. Бұлардың орта есеппен бағасы айтып кеткендей 450 мың, 400 мың теңге. Арзан бағада сатып алатын жерлерді сіздерге егер өздеріңіз қажет десеңіздер, ол туралы айтылады. Ал енді промышленный машинкаларға келетін болсақ, өндірісте әрине бұл үлкен цехтарда күнделікті үлкен көлемде жасалынатын вышивкада қолдану қажет. Егерде мүмкіндік болатын болса, әрине өндірістік машиналарды алған дұрыс. Ал егерде бастап көрейін десеңіздер, бытовой машинканы алған дұрыс.